Сәлеметсіздер ме, 7 сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English Class 7 кітабы бойынша екінші тарау Holidays and Travel тарау бойынша берілген кезекті БЖБ жұмысы, яғни үшінші БЖБ жұмысының жасалу жолымен және жауаптармен таныс боламыз. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сонымен сабағымызды бастаймыз. Яғни бұл БЖБ жұмысы екі бөлімнен тұрады: reading and writing, оқылым және де жазылым. The first, бірінші бөлімде бізге Holidays in Space, яғни ғарыштағы демалыс атты мақала берілген. Осы мақаланы оқып, төмендегі тапсырманы орындайтын боламыз. Let's read and translate the article, okay? Берілген мақаланы оқып аударамыз. The World Tourism Organization says that space will soon be a popular place to go on holiday, possibly by 2020. Әлемдік туристік ұйымы осы жақын арада, мүмкін 2020 жылы демалу үшін танымал жерге айналады деп айтады. One Japanese company is getting ready. Бір жапондық компания дайындалуда. They are planning a space holiday center. Олар бір демалыс орталығын жоспарлап жатыр. It will look like a bicycle wheel and have a hotel for 100 people and a theme park. Ол орталық велосипедке ұқсайды, велосипедтің дөңгелегіне ұқсайды, және де ол жаңағы қонақ үйде 100 адам тоқтай алады. 100 адамға арналған қонақ үй бар, және де парк. It will travel around the earth at a height of 30 km. Ол жерді 300 километр биіктікте айналып жүреді. The company hopes the center will be ready in 2017. Компания бұл жаңағы орталық 2017 жылы дайын болады деп ойлайды. The company chairman says that flying to the center will probably be quicker than flying from Gangwon to Singapore. Осы компанияның басшылары ол орталыққа бару Гонконгтен Сингапурге барғаннан да жылдам болады деп айтады. When they are on board of the center, the tourists will take short trips to the moon or go for a walks in space. Осы орталықта болған кезде туристер айға қысқа саяхатқа шығалады, немесе ғарышта жүре алады дейді. An American hotel group is also thinking of building a hotel, call it the Luna Hotel. Американдық бір осы қонақ үй тобы да осы ғарышта қонақ үй соғуды ойлап жүр, яғни Luna Hotel деп аталатын. This will be on the moon. Ол айда болуы мүмкін. Most of the hotel will be under the ground, so it won't become too hot or too cold. Яғни көптеген қонақ үйлер жер астында болуы мүмкін, сондықтан олар ыстық та суық та болмайды. The rooms will look just like they do on Earth. Ол жаңа қонақ үйдің бөлмелері осы жердегіге ұқсайды. The guests will eat normal food for lunch. Қонақтар тамақтану үшін қарапайым тамақтар жейді. The cooks will just push a button to mix dried food with water to become an instant meal. Аспаздар бір түймешені, кнопка дейміз ғой, кнопканы басу арқылы құрғақ тамаққа су қосу арқылы әдемі тамақ шығаруы мүмкін дейді. Осымен біз берілген мақаланы оқып аудардық. Енді осы мақала бойынша төмендегі тапсырмаларды орындаймыз. For example, when will space be popular place for holiday? Яғни ғарыш демалыс үшін қашан танымал жерге айналады? In 2020, yes. Енді келесі сұрақтарға жауап береміз. How many people will be able to stay at hotel? Қанша адам қонақ үйде қала алады? 100. When will the center be ready? Орталық қашан дайын болады? 2017. Яғни 2017 жылы. Where will tourists be able to travel while they are at the center? Яғни осы орталықта болған кезде туристер қайда саяхаттай алады? To the moon or space?
Where will most of hotel on the moon be? Яғни осы айдағы көптеген қонақүйлер қайда болуы мүмкін? Under the ground, yes. Next, the fifth. Яғни осы менің сіздерге мәтіндегі бір сөздің definition дейді, түсіндірмесі берілген, сол түсіндірмеге қарай отырып, оның не екенін атауын табуымыз қажет. Яғни two-wheeled vehicle that a person rides by pushing on foot pedals. Яғни адам өзінің жаңағы екі педальге басып отырып айналдыратын екі дөңгелегі бар. Екі дөңгелек бұл бізде bicycle, yes. Next, the large round object that circles the earth and that shines at night by reflecting light from the sun. Яғни жерді айналатын үлкен дөңгелек объект, және де ол түнде күннен бізге жарық береді дейді. This is a moon, yes, ол ай. Next, writing. Келесі тапсырма бізде жазылым. Сіздерге екі карточка берілген. Осы екі карточкаға сұрақтарға жауап бере отырып, қысқа өзіңіздің ойыңызды жазуыңыз қажет. Мен сіздерге бірінші карточканы таңдадым. What are the most interesting place in Астана? Астанадағы ең қызықты жер деген сұраққа Part 1, yes, бірінші карточка. Хан Шатыр and Думан are the most interesting places in Астана. Хан Шатыр мен Думан бұл Астанадағы ең қызықты жерлер. The second, why do people enjoy visiting these places? Неге адамдар осы жерлерге барған кезде демалады? Хан Шатыр is a giant tent-like building. There are many shops, entertainment complexes, and a beach resort, yes. Яғни бұл Хан Шатыр, бұл шатырға ұқсайтын ғимарат. Ол жерде көптеген дүкендер, ойын-сауық кешені және де жағажай бар екен. Яғни адамдар содан демалады. Ал енді екінші, Думан is a water park. You can see many types of fish and there are so many entertainment complexes, yes. Думанда бұл су паркі деп аталады, су саябағы. Ол жерден сен балықтардың көптеген түрін көре аласың, және де ойын-сауық кешендері де көп. Үшінші сұрақ. What is the most exciting place to visit? Яғни осы екеуінің ішінде баруға болатын ең әсерлі жер. Думан is the most exciting place to visit деп жауап бердім мен. Думан бұл ең әсерлі жер, баруға болатын because you can see sharks. Акула көре аласың ол жақта деп айтсақ болады. Осымен біз кезекті бір жұмыстың жасалу жолымен танысып болдық. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.